1 қазан Талдықорған қаласында қала күні аталып өтілді. Сонымен қатар Талдықорған қаласының Алматы облысының орталығы болып бекітілгеніне 15 жыл болды. Шаһарымыздың төл мерекесі жоғары сән салтанатымен тойланды. Білім ордамызда бұл атаулы күнде қала мерекесіне өз үлесін қосты. Университет ұжымы қолөнер бұйымдары мен суреттерден көрме ұйымдастырды. Облыс басшысы арнайы келіп тамашалады. Мұнда мәдениет және өнер факультетінің дайындаған ұлттық нақыштағы дүниелері, қазақи салт-санадан хабар беретін көз тартар суреттері көпшілікке ұсынылды. Қатарында университет жылыжайының макеті де бар.